Мысалға, білесіздер ме, мен бұрын өзімнің энергиямды не жейтіндігін, адамдық ресурстарымды не тауысып қоятындығын біле бермейтінмін. Өзімнің интроверт адам екендігімді түсінген кезде менің энергиямды адамдармен контакт орнату, жаңа адамдармен таныстық, коммуникация құру ресурсымды жеп қоятындығын түсіндім. Бірақ бұл бір ғана мысал, ол әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Менің өзімде энергиямды жейтін басқа да көптеген детальдар болуы мүмкін. Айтайын дегенім, менің энергиямды енді не толтыратындығын түсінген кезде маған жаңа адамдармен контакт орнату бір ғана фрагмент оңайлап кетті. Қазір өзі бір тайм менеджмент туралы көп айтамыз, уақытты жоспарлау туралы көп айтамыз, бірақ меніңше бұл өте ескіріп бара жатқан инструмент. Өйткені біздің уақытымыз көп болғанымен, тіпті жоспарымыз болғанымен, бір планированиеміз, біліміміз, білігіміз, тәжірибеміз болғанымен, бірақ бізге оны іске асыратын энергия, күш қуатымыз болмаса, барлығы бір өкінішке қарай зая кетіп қалуы мүмкін. Осы айтып отырған энергияның бір балансы формуласы менің бір мақсаттарға, жоспарларымды орындауға деген қадамдарымды өте жеңілдетті.